Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дайындайтын тағамымыз ыстық салат. Бұл асымызға туралған ет, қызыл көкбұрыш, сарымсақ, қара мор керек, яғни теңіз саңырауқұлағы. Қара морды 2 сағат бұрын суық суға салып жібітіп аламыз. Туралған етімізге жұмыртқаның ағы, 1 қасық крахмал, көк бұршақтың крахмалы, 2 қасық соя сұйықтығын құямыз. Жақсылап араластырып, етімізді 2-3 минут қойып қоямыз. Етімізді ыстық майға қуырып сүзіп аламыз. Қазанға азырақ май құйып, майдалап туралған көк сарымсақ, зімбірді салып, иісін шығарып, үстіне етімізді салып қуырамыз. Туралған қызыл көкбұрыш, морды қосып қуырамыз. Жарты қасық тұз, үстіріста сөгісі 1 қасық, 2 қасық сұйытылған соя сұйықтығы, аздап тауық дәмдендіргішін қосамыз.
Ең соңында sarımsaқты саламыз. Ыстық салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.